Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сыныптың оқушылары, ақылдарыңыз қалай? Бүгін біз география пәні бойынша білім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім физикалық география бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Тапсырманы орындайық. Қазан шұңқырлар негізінде көлдің түрлерін анықтаңыз, көлдің пайда болу жолын түсіндіріңіз деген. Енді құрметті оқушылар, біз түсіндіре кетейік. Бізде жалпы бұл бірінші суретте көрсетілген. Бұл бізде вулкандық көл деп аталады. Бұл көл вулкандық жалпы қазан шұңқырда пайда болады. Вулкандық атқылау нәтижесінде жер бетінде үлкен ойыс пайда болып, сол жерге жауын-шашын су жиналып көл құралады. Екінші суретте бізде жалпы бұл тектоникалық көл жер қыртысының қозғалысынан пайда болып, тектоникалық ойыстарда орналасып құрылады. Жердің тектоникалық белсенділігі нәтижесінде пайда болған бұл қазан шұңқырлар жауын-шашын немесе жер асты суларымен толып көлге айналады. Келесі бұл үшіншісі бізде мұздық көл. Мұздық көлдер мұздықтардың әсерінен пайда болатын ойыстарда орналасып пайда болады. Мұздық ерігенде осы қазан шұңқырға жалпы су толып көлді құрайды. Екінші тапсырма. Құрлық суларының шаруашылықта қолдану мақсатын сипаттаңыз деген. Бізде өзен сулары ауыл шаруашылығы мен өндіріс орындары үшін ауыз су ретінде, сэс үшін қолданылады. Көл сулары балық шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, сэс туризм және рекреациялық мақсатта қолданылады. Келесі жер асты сулары ауыз су ретінде пайдалану және ауыл шаруашылығының егіндікті суару, минералды және емдік мақсатта қолданылады. Келесі бұл бізде мұздықтар тұщы су көзі ретінде туризм климатының өзгеруіне, экология және геология салаларындағы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында қолданылады. Келесі бізде үшінші тапсырма. Мәтінмен танысыңыз. Қазақстанның ішкі суларына байланысты мәселелердің пайда болу себептерін анықтап, салдарын жазыңыз. Шешу жолдарын ұсыныңызды бізге берілген екен. Қазақстандағы экологиялық проблемалар. Еліміздің қазіргі кезеңде шешімі табылмай отырған мәселелердің бірі экологиялық мәселелер. Соның бірі Арал теңізі алабымен байланысты. Ұзақ уақыт бойы шаруашылыққа Әмудария мен Сырдария өзендерінің тиімсіз пайдалану нәтижесінде теңіз суы таязданып құрғай бастады. Айналасындағы жерлер өмір сүруге қолайсыз сор шөлге айналды. Арал теңізінің түбіндегі тұздар ауаға таралып, адамның тыныс жолы ауруларының пайда болуына әсер тигізеді. Еліміздің батысында орналасқан мұнай кен орындары бүгінгі таңда Каспий теңізі экологиялық жағдайын нашарлатып жіберді. Мұнай кен орындарын бұрғылау және мұнайды тасымалдау кезінде пайда болған апатты жағдайлардың салдарынан мыңдаған тонна мұнай теңізге құйылып, суда өмір сүріп жүрген балықтар азаюы және суда жүзіп жүрген құстардың санының азаюына әсерін тигізді. Сонымен қатар Іле және Қаратал өзендерін шаруашылықта қолдануына байланысты Балқаш көліне де қатер төндіруде. Алдағы уақытта батысы құрғап, шығысы сор жерлерге айналуы мүмкін. Елдегі суға қатты экологиялық мәселе деген, жалпы бізде Арал теңізінің тартылуы, экологиялық мәселенің пайда болуы, Әмудария мен Сырдария өзендерінің тиімсіз пайдалануы. Жалпы егіншілікке көптеген егіншілікке де жалпы осы Әмудария мен Сырдарияны алады. Нәтижесінде бізде не болады? Әрине су азаяды. Біз оның шешу жолдары бар. Бізде жалпы шешу жолдары көптеген тиімді тұстары бар. Ол бізде капельница дейміз, яғни тамшылатып су ару арқылы біз бұл мәселені шешеміз. Келесі бұл экологиялық мәселенің салдары. Теңіз суының азаюы, айналасының шөлге айналуы, тұздардың ауаға таралуы, тыныс жолы ауруларының көбеюі. Жалпы Арал теңізі тартылады. Сол уақытта одан қалған тұздар қалады. Тұздар ол желдің әсерінен ауаға көтеріледі. Бұл нәтижесінде әрине адамдарға өзінің зиян тигізбей қоймайды.
Оның шешу жолдары су ресурстарын тиімді пайдалану, суғарудың жаңа әдістерін енгізу, аралды қалпына келтіру бағдарламаларын жүзеге асыру. Құрметті оқушылар, мен бірнеше жалпы осы жерге жазып қойған болатын. Осы жерінде өздеріңіз қарасаңыздар болады. Келесі бұл Каспий теңізінің ластануы. Мұнай кен орындарын бұрғылау және тасымалдау кезінде апаттардың орын алуы, яғни мұнайдың Каспий теңізіне шығып кетуі. Яғни ағат Каспий теңізіне, нәтижесінде бұл экологиялық апаттарға, мәселелерге келеді. Экологиялық мәселелерінің жалпы салдары: мұнайдың теңізге төгілуі, балықтар мен құстар санының азаюы. Келесі бұның шешу жолдары: экологиялық қауіпсіздікті арттыру, мұнай өндірісінде заманауи технологиялар енгізу, теңіз экожүйесін қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу. Келесі Балқаш көлінің тартылу қаупі. Іле және Қаратал өзендерінің шаруашылықта тиімсіз қолдануы. Көлдің батыс бөлігінің қорғаушы, шығыс бөлігінің сор жерлерге айналуы. Өзен суын үнемдеу, көлге құятын су ағынымен тұрақты қамтамасыз ету, экологиялық мониторинг жүргізу. Осымен, құрметті оқушылар, біз тапсырмаларымыздың барлығын орындап болған болатынбыз. Бізде толық балл 10 балл, осы 10 балдың толықтай 10 балын жинап біткен болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздерге арнап 3-ші БЖБ тапсырмаларын сіздерге орындайтын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.